Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге қаттама жасаудың құпиясымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар 500 грамм сарыағаштың суы және 2 жұмыртқа, 7,5 грамм тұз, жақсылап араластырамыз. Және 900 грамм ұнды бірден салмай, осылай бөліп салып, қамыр дайындаймыз. Бізде ұнымыз 100 грамм плюс-минус жүре береді, өйткені ол ұнның тығыздығына байланысты. Қолмен елеп атқанда жабысқақ қамыр болмау керек. Егер жабысқақ болса, ұн қосып елейміз. Міне біздің қамырымыз дайын. 15 минутқа жылы жерге қоямыз. 15 минутымыз өтті. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Осы 2 бөліктен бізде 8 қаттама шығады. Енді қамырымызды жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Міне осындай жұқалықта болу керек. Және 180 грамм ерітілген майымызды осылай бетіне жағып шығамыз. Яғни майымыздың пайызы бізде 82% болу керек. Енді оқтауға орап, ортасынан бөліп шығамыз. Тура ортасынан 2 бөлікке бөліп аламыз және видеодағыдай бөліп шығамыз. Енді бұның бір құпиясы, осы қамырымызды дайындап 15 минутқа морозильникке пакетке салып қоямыз. Сол кезде бізде қамырымызды жайып атқан кезде майымыз ағып кетпейді. 15 минутымыз өтті. Міне осылай жайып шығамыз. Ешқандай майымыз ағып, жабысып жатқан жоқ. Осылай дайындап морозильникке қатырып қойып, қалған уақытыңызда пісірсеңіз де болады. Ал енді сковородкамызды қыздырып, 3-4 ас қасық майымызды құямыз. Орташа отта үстінен осылай басып, көтеріліп кетпеу үшін басып тұрамыз. Және майды шетінен құйып отырамыз. Бір қасық, 2 ас қасықтан. Енді осылай майлы болып кететін болса, салфеткамен сүртсеңіздер болады, бірақ қатты майлы болмайды. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.